күн, құрметті ата-аналар. Егер де өздеріңіздің балаларыңыздың бағаларын, балдарын, 90-дық бағаларын көргілеріңіз келсе, ең бірінші біз Play Marketке кіреміз. Play Marketке поисқа жазамыз EduMark деп. Мекенау бірінші тұрған EduMark 2.0 дегенді соткамызға көшіріп аламыз. Мінекей менде көшіріліп тұр. Открыть дейміз. Мінекей мына жерге өздеріңіздің логин парольдарын жазасыздар балалардың. Бұл логин парольді сіздер өздеріңіздің мектептегі жүйе әкімшісінен аласыздар. Немесе сынып жетекшілеріңізге хабарласып, сынып жетекшілеріңізден алуға болады. Мінекей логин пароліміз жазып, EduMarkке кірдік. Мінекей осының ішінде расписание бар. Мінекей бір неделяның расписание шығады. Мінекей мысалға орыс тілінен сор жазып деген. Мінекей звоноктардың уақыттар бар. Мінекей календарь. Мінекей мынау жұлдызшалар тұрған күндер, олар БЖБ алынған күндер. Мінекей мына жерге выписка дегенге кірсеңіздер, 1-90-да қойылған формативті бағалау күнделікті. Мінекей мына тұрған бағалардың барлығы күнделікті бағалар, 10 балға дейінгі балдар. Күнделікті қоятын формативті бағалау. Ал мына жұлдызша болып тұрғандар, бұлар бізде сор-сочтар. Сор-сочтың бағалары. Мінекей мына жерде 2-ші, 3-ші, 4-ші, 4-күнді көруге болады. Одан кейін табель дегенге бассақ, мінекей 2-ші класстағы табельді шығарып береді. Үстіңгі жағында стрелканы бассақ, 1-ші сыныптағы табельді шығарып береді. Одан кейін 3-ші класс, мінекей 3-ші класты биыл ғана оқып жатыр. Оны 1-90 аяқталған кезде бірақ шығады. Мінекей 3 сызықшаға кіреміз. Мінекей оқушыға кірдік. Осы жерде мінекей лента, расписание, календар, выпуска, табель барлығы бар. Осының ішіне настройкаға кірсек, мінекей осы жерде выйти деген тұр. Осы жерден 2-ші балаңызға кіруге болады. Осы жерден сменить пароль, мына жерде өзіңіздің пароліңізді ауыстыруға болады. Мінекей осылай балаңыздың бағаларын, күнделікті бағасын күнде көріп отыруға мүмкіндік береді. Тыңдағандарыңызға рахмет.